Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Сәлеметсіздер ме достар? Астаналықтар үшін жақсы жаңалық. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеороликтерімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. 19 наурызда қоғамда Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі және мәслихатлар депутатының сайлауы өтеді. Сайлау күні елорда қоғамдық көліктері қалалық және қала маңындағы маршруттарда тегін болады деп хабарлайды Zakon.kz. Алматы әкімдігі ресми сайтында жарияланған ақпаратқа сүйенсек, қоғамдық көлік әдеттегі жұмыс кестесінен сәйкес 6:00-ден кешкі сағат 23:00-ге дейін қатынайды. Ал 20 наурыздан бастап дүйсенбіге қоғамдық көлік қолма-қол ақшасыз төлеммен штамптық режимде жұмыс істейді. 2020 жылдың наурыз айынан бастап елордада әкімнің тапсырмасы бойынша қаланың барлық кәмелетке толмаған тұрғындар үшін тегін жол жүру тәсілі енгізілген болатын. Сол сияқты азаматтықтардың жеңілдетілген санаттарында, оның ішінде зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдар, көп балалы отбасылар және тағы басқа тегін жол жүруге пайдаланады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де ең соңғы жаңалықтарды тек қана біздің каналымызда алғашқылар қатарында біле аласыз.